Қазір біздің елімізде ол баспана алу, пәтер алу ол қазір мүмкін емес. Қазір ол жастарға, әсіресе мынау 20-ға енді таяп қалған, болмаса 20-дан асқан, бір 25-ке келіп қалған жастардың арасында да ондай жоқ бізде қазір. Тек төбеде көкелері бар, ағалары бар, жәкелері бар, бәкелері бар, ақшасы барлар ғана жүреді бұндай жерде. Қазір ең керекті дүние мына қоғамдық бөліктегі мына жастарға ең алдыменен Алматы облысының мынау біздің көлем осы шекаралық жерлерден 10 сотықтан жер беру керек. Билік беру керек. Өйткені бізде не көп, жер көп. Жастар бүйтіп уже бұдан әріге жастар шыдай алмайды. Жастар әбден қиналды. Не то что жастар. Қазір жастардан бізден үлкен жаңа 35-40 жастың өзі де қазір далада үйсіз-күйсіз қаңғырып жүр. Осы мәселелер қазір шешілмесе, қоғамда үлкен толқулар болуы мүмкін. Ең алдыменен қазіргі керек ол қоғамда баспанаң жоқ болса сен ешкім емессің. Мейлі алтынмен апталып, күміспен бапталып жүрсең, баспанаң жоқ болса суықта тоңып жүрсең, ол кімге керек? Ешкімге де керек емес. Ең алдыменен үкімет жаңағы соның ішінде біздің премьер-министріміз Серік Ахметов осы мәселені жастардың осы күйін сипатын сезініп, ең алдыменен мынау Алматының шетінен болсын, ауылдардан болсын, маңайдардан жастарға жер беру керек. Ол біздің заңмен бекіген құқымыз бар ғой, заңмен бекіген біздің конституциямен бекіген біздің жаңағы талабымыз. Оны ешкім отказ мынау болмайды, мынау қате сұрап отырсың дей алмайды ешкім. Өйткені ол бізге тиесілі дүние. Бабалардан қалған қасиетті жерімізге пана таппасақ, онда несіне біз қазақстандық болып жүрміз? Ең алдыменен өзіміздің жайымызды, күйімізді жасап алуымыз керек. Осы үшін біз қазақ болып жүрміз, осы үшін біз ұлт болып жүрміз. Бұл жерде қазір біреудің сойылын соғып, я болмаса біреудің жағасынан тартып, я болмаса анау мынандай дейтін қажет жоқ. Қазір қоғамдағы жастардың барлығы онсыз да әлсіреп болды. Біреуі діни экстремистік ұйымға кетеді, біреуі ұрлық қарлыққа кетеді, біреуі жаңағы басқаға кетеді. Осының барлығы қазір күйдің болмауында. Күй дегеніміз не? Ол адамның жайы. Адам жайлы болса, ол өмірге деген ынтасы да артады, қоғамға деген көзқарасы да өзгереді. Біз алдыменен осыны жасауымыз керек.